Аймақтық флористика пәні номері 10-шы дәріс. Дәрістің тақырыбы флорадағы алабұталар және орамжапырақтар тұқымдастарының биоалуан түрлігін талдау. Тақырыптың негізгі сұрақтары. Бірінші, флорадағы хеноподиация биоалуан түрлігі және бірқатар түрлерінің биологиялық ерекшеліктері. Екінші, Ақтөбе облысы флорасындағы брасикация биоалуан түрлігін талдау. Үшінші, флора құрамындағы брасикация түрлерінің ботаникалық сипаттамасын беру. Дәріс мазмұнын меңгеруге тиісті әдебиеттер тізімі бұл слайдта көрсетілген. Зерттеу жұмыстарын жүргізудің нәтижесінде Ақтөбе облысының флорасындағы алабұталар тұқымдасының 6 түрі бар екендігі анықталып, олар 29 туысқа топтасатындығы көрсетілген. Ақтөбе облысындағы аталып отырған тұқымдастың саны үлесі жағынан бірінші орындағы жетекші туыстарына 2 туыс жатады: атриплекс және сальсілі туыстары. Көкпек туысы да 15 түрмен берілген, сораң туысы да 15 түрмен беріліп, жалпы флорадан түрлер санының 14,15%-ын құрап тұрады екен. Екінші орынды алабұта тұқымдасы алса, үшінші орынды сора туысы алады. Және сонымен қатар флорада осы тұқымдастан сораңша, балық көз, балқаңбақ тәрізді туыстардың да үлестері баршылық деп атап өтуге болады. Бұл жерде жоғарыда аталған жетекші туыстардың сипаттамасын берілдік жаңа. Мінеке соның бұл кестелік мәліметтері. Жоғарыда кестелік мәліметте көрсетілген сальсілі және атриплекс туыстары әрқайсысы өз кезегінде түрлердің жалпы санының 14,15%-ын құрайтынын тағы да атап өтуімізге болады екен. Алабұталар тұқымдасының ылғалға қатысы бойынша экологиялық топтары бұл жерде берілген. Негізінен 3 экологиялық топтасады екен өсімдіктер. 106 өсімдіктің 101-і ксерофил өсімдіктердің қатарына жатса, ксеромезофил 3 түрмен, ал мезоксерофил 2 түрмен ғана берілген екен. Алабұталардың үлесі жағынан басым тобы терафиттер болып саналады. Бұлар 79 түрмен беріледі және 74,5%-ды құрайды екен. Негізінен терафиттер бір жылдық шөптесін өсімдіктер. Атап өтетін болсақ, агриофилиум скверозум, атриплекс кана және тағы басқалары. Кохия ланифлораны жатқызуымызға болады екен. Алабұта тұқымдасының қалған 27 түрі, айттық қой, 79 түрі терафит өсімдіктер болады, ал 27 түрі хамифиттерді құрайды екен. Бұл топтағы алабұталардың тіршілік формаларын атап өтетін болсақ, жартылай бұташықтар және бұталар екен. Анабазис сальсіні, камфоросма лессинге және тағы басқа өсімдіктерді, бірқатар өсімдіктерді хамифит өсімдіктердің қатарына жататынын көреміз. Бұл жерде Ақтөбе облысы флорасындағы алабұта тұқымдасының тіршілік формаларының ара қатынасы көрсетілген. Яғни терафит басым көпшілігі дедік жаңа, және екінші хамифит өсімдіктердің ара қатынасы берілген. Енді бірқатар алабұталар тұқымдас өсімдіктерінің ботаникалық сипаттамасына тоқталатын болсақ, ең кең тараған түрдің қатарына жататын хеноподиум альбум арамшөп өсімдік болғанымен малазықтық өсімдіктердің қатарына жатады. Дәрілік қасиеттері де бар екен. Кең таралған деп атап өттік терафит және ксерофил өсімдік. Келесі хеноподиум глаукум. Жалпы өсімдік терафит болып табылады. Ксерофил өсімдік ылғалды сор жерлерде, тұзды көлдердің жағалауларында өте жиі кездеседі. Кохия ланифлора жоғарыда айтып өттік. Бір жылдық шөптесін өсімдік, терафит, бұл да ксерофил өсімдік. Және соңғы тағы айтып кететін осы тұқымдастан жайылма сора өсімдігі екен. Ажылдық шөптесін өсімдік болып табылады. Галофит өсімдік. Негізінен сортаңды жерлерде кездеседі галофит деп айтып тұрмыз. Тіршілік формасы терафит, ксеромезофил өсімдіктің қатарына
жатқызылады екен. Флора, облыс флорасы құрамындағы брасикацея тұқымдасының биологиялық түрлілігін зерттеу барысында бірқатар талдаулар жасалды. Тізімделген түрлерге жасалған таксономиялық талдау бұл орамжапырақтар тұқымдасына 20 туысқа топтасқан 37 түрі жататынын көрсетті. Енді жоғарыда аймақтық флораның құрамында кездесетін хеноподиация жаңа біздер қарастырғанда екі жетекші туыстың бар екендігін, оларда әрқайсысында 15 түрден берілетін болса, ал енді бұл тұқымдасты молымен салыстыратын болсақ, бұндағы жетекші туыс дегеннің өзінде липидиум туысында бар болғаны 5 түрмен беріледі екен. Салыстырмалы түрде қалған туыстармен салыстырғанда полиморфты деп санауға бұл жерде негіз бар екен. Тұқымдаста 3 түрмен 4 туыс сисембриум, изотис, иризимум және алиссум туыстары берілген. 2 түр санымен 5 туыс берілген екен, 1 түр санымен 10 туыс бар. Бұл туыстарды енді монотипті туыстар деп санайды. Брасикация тұқымдасына топтасқан түрлердің экологиялық талдау жасалған. Экологиялық талдау барысы ең көп түр санымен ылғал кідік жеткіліксіз жерде өсетін мезоксерафиттердің алатындығын көрсетеді. Пайыздық көрсеткішін айтатын болсақ 79,73-ті құрайды екен. Одан кейінгі екінші орында ксерафиттер алады. Үшінші орында мезофит өсімдіктер 9 түрмен берілген. Мезофиттер, яғни жеткілікті ылғалды жерде өсетін өсімдіктерді айтады, мезофиттер деп. Матиола адаротасима бұл есті жұлдыз шешек өсімдігі жартылай бұташыққа жатады екен. Сәуір маусым айларында гүлдейді. Борлы ізбесті субстратта өсет, яғни кальцифит өсімдік Ақтөбе облысында кең тараған өсімдіктердің қатарына жатқызылады. Хариспора тенела бір жылдық шөптесін өсімдік, сәуір-мамыр айларында гүлдейді. Галофит өсімдік негізінен далалықта, ылғалды сортаң жерлерде, көл жағалауларында кең тараған өсімдіктің қатарына жатады. Тұқымдастың ажылдық шөптесін өсімдіктерінің қатарына тляспия арвензен жатқызамыз. Шалғындықтарда, егіс аралықтарында, далада, жол бойында, яғни тағы да басқа көптеген жерлерде өседі. Арамшөп өсімдіктің қатарынан табылғанмен малазықтық өсімдік және дәрілік қасиеті бар өсімдік болып саналады. Улы өсімдік, яғни облыс флорасында, аймақ флорасында кең тараған өсімдіктің санатына жатады. Жалпы тіршілік формалары бойынша биология тіршілік формаларының биологиялық спектрінде гемикриптофиттер басым болады. Бұл жерде 21 түрмен берілуі. Бұның өзі Ақтөбе облысының топырақтық, климаттық жағдайымен түсіндіруге болады. Тұқымдастың құрамында, яғни орамжапырақтар тұқымдасында бірқатар мына слайдта беріліп тұрған перспективті түрлерді анықтауға мүмкіндік туындады. Әрине бұларды кейін тағы да пайдалы өсімдіктер қатарынан қарап өтеміз. Ол кезде толығырақ сипаттама беріледі. Сонымен бүгінгі дәрісте қорыта айтатын болсақ, зерттеулер нәтижесі Ақтөбе облысы флорасындағы, яғни Ақтөбе аймақтық флорасындағы екі тұқымдастың хеноподиация және брасикация тұқымдастарының бай биоалуан түрлігінің бар екендігін көрсетті. Бірқатар маңызы бар перспективті түрлері де баршылық екендігін нақты дәлелдермен